кәнекей балалар, біз не себепті мына жерге жиналып отырмыз? Наурыз мерекесін тойлап отырмыз. Дұрыс айтасыңдар. Ол наурыз мерекесі қандай мереке? Ол Қазақстанның ұлттық мерекесі. Қазақ халқының ұлттық мерекесі, ұлттың ұлы күні наурыз мерекесі. Қай күні тойланады? 22 22 наурыз күні тойланады. Неге 22 наурыз тойланады? 22 күні Не болады екен? Күн мен түн теңеледі екен. Сөйтіп жаңа күн басталады, яғни қазақтың жаңа жылы деп айтады екенбіз, иә? Тағы да қандай өзгерістер болады екен? Не болады? Дұрыс айтасыңдар, көп құмырсқалар, жәндіктер, иә? Барлығы не істей бастайды? Ояна бастайды, тіршілік ояна бастайды. Содан кейін малдар не істейді? малдар шөлдей бастайды. Шөлдей бастайды екен малдар, иә? Дұрыс айтасың. Біз қазір мына жерге біз не жасап отырмыз? Дастархан жасады. Яғни не қойдық дастарханға? Дастарханға тамақтар қойдық. Керемет қазақтың ұлттық тағамдарын қойдық. Ал айтайық, қазақтың қандай ұлттық тағамдары бар екен? Наурыз көже, айран, самса, қой, сары май, жен, айран, қымыз, қымыз, бұл тағамдар біздің денсаулыққа пайдалы ма екен? Өте пайдалы екен, иә? Біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Біз егер осыны тек қана осыны ұлттық тағамдарды, пайдалы тағамдарды жесек, біздің деніміз сау болады, иә? Дені сау бала ол қандай болмақ? Біздің болашағымыз, яғни білімді болады. Иә? Өте жақсы. Ал мына тоқашты кім пісірді? менің анам. Қалай пісірді? Бауырсақты тәтті пісіреді. Ол сүтке тұз қосады, оған кішкене қант Қатпайды. қосады. Сосын оны ашытады. Сосын ол ашыған соң оған оны жаяды. Сосын оны пісіреді да бауырсақ жасайды. Тамаша. Яғни қалай пісіру әдісінде үйреніп алды. Өте тамаша. Сендерге көмектесесіңдер ме аналарына? Көмектесеміз, иә? Ал жетті кім істеп алып келді? Мен Қалай жасады ана? анам оны пісірді, тарыны қайнатты, қуырды, сосын барып оған Талқан болды, сосын оған не қосады екен? оған шекер қосады, май сосын барып оны Араластырады. араластырады. Одан не жасап кетті? Ен жасап кетті. Тамаша. Мынау не? Құртты кім жасап келді? Құртты кім жасап келді сонда? Құртты кім жасап келді? Мана шөп жасап келді. Құрт неде пайда болды? Қалай жасайды екен? Сүттен жасайды ма? Иә, сүтті пісіреді, ұйтады, қалтаға қайнатып қалтаға құяды екенді. Иә. Одан не істейді? Құрт жаяды. Тамаша. Өте жақсы балалар. Тағы да біздің алдымызда не тұр? Наурыз көже. Бұл неге бұны наурыз көже деп айтады? Себебі ол біздің Қазақстанның ұлттық тағамы. Қазақтың ұлттық тағамы наурыз айында пісіріледі екен, иә? Тамаша. Бұған не қосады екен? Картошка, мамыр, сәбіз. Екі түрлі тағам қосады екен. Тамаша. Түрленген ет қосады екен, иә? Күріш, бұршақ, немесе не қосуға болады екен әлде? Мас қосамыз, кеспе қосады екенбіз, иә? Тамаша. Сөйтіп, оған не қатып ішуге болады екен? Айран қатып ішуге болады екен, иә? Жақсы. Олай болса, дастарханымыздан дәм татамыз ба? Ол үшін не айтайық? Кәнекей, біздің дастарханға не айтады екен аталарымыз? Кәне айтыңызшы? Не айтады? Ал бата айтады екенбіз. Ал қандай халық айтамыз? Ұлы болмаса, мол болсын, қазақ асан жол болсын. Ұлы жақсы болсын, жұрты жақсы болсын. Жылы кері берсін.
Dali geçiyor. Tamamsa tabi. Hatta hanım çok baktı. Ayak ayağını çok baktı. Yalla basın yapma, yalla basın yapma. Bak davlet versin basına, umur versin yapma. Daliye demesi şeyden dolanmasın yapma. İmanla bayramı versin, kut belirgenin ben versin. Al aytkanlar gelsin al. Tamamsa. Qanday dandi ya Navro'z ko'ja? Kim pishirdi bu Navro'z ko'jani? Sanjar. Sanjarning apasi pishirdi. Ne aytamiz Sanjarning apasina? Rahmet. Kan birga? Rahmet. Aytamiz ya. Күннің теңелетін уақытысы міне жер көктің көгеріп жайнайтын уақытысы, гүлдердің шығатын уақытысы наурыз. Осы қазақ осы наурыз айын таңдап жылдың басы деп белгілеген. Санжар міне наурыз көжең дайын болып қалды. Бисмиллахиррахманиррахим деп наурыз көже ішеміз қазір. Көже ішіп болғаннан кейін жаттаған батаң бар еді ғой, соны берші ал, мен естейін ал. Алас, оған басын, ақ мол болсын, қайда барсам жол болсын. Алас, бақытты болсын, төрт түлік ақытты болсын. Алас, береке берсін. Дәле жала, жерге келсін. Ой, молодец. Балалар, қазақ халқының салт дәстүрлері бар. Бала дүниеге келген күннен бастап салт дәстүрлеріміз орындалады. Мысалы, шілдехана, бесік той, тұсау кесер, сүндет той, тіл ашар, қыз ұзату деген сияқты біздің салт дәстүрлеріміз өте көп екен. Соның бірі тәрбие дәстүрі жеті ата. Жеті атасын білмеген жетесіз. Өмір тәжірибесі мол халқымыз кейінгі ұрпаққа жеті атасын білуді міндеттеген және оны үйреткен, жаттатқан. Мұның әлеуметтік зор мәні болған. Қазір де солай. Оның себебі біріншіден, әр адам жеті атаға дейін жақын туыс саналады. Екіншіден, қазақ халқы жеті атаға дейін қыз алыспаған. Бұрынғы адамдар бір-бірімен танысқан кезде, жүздескенде, міндетті түрде руын, тегін сұрауы осыдан шыққан. Сондықтан, әр қазақ баласы өз ата тегін білу, ол тектілік әрі ұлттық тәртіп пен жөн білудің бір саласы болып саналады. Жеті ата әкеден төмен емес жоғары таратылады. Оның дәлелі, жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер деген қазақ даналығы бар. Олай болса, жеті ата. Бала, әке, ата, арғы ата, баба, төп ата, тек ата. Ал сендер балалар, өздеріңнің жеті аталарыңды білесіңдер ме? Ерсін, болат, сайын, балшықбай, қойшыбек, көйшібек, молақ. Жайдар, Қағазаубай, Сазанбай, Сарбас, Сүттібай, Дәуіт, Кәнтай. Асқат, Серік, Мұсылманқұл, Бектенбай, Ноғай, Тарақты, Арғын. Жұмық, татым, көп болсын. Тозбек, Сақбай, Баянқұл, Төлегенді. Рулай, Бейсенбай, Момын, Бектібай, Домбай, Туаш, Құлтай. Ile şapkasın kalan, çocuklar yakın aşağı, yine bir